Сәлем, әлем, қош келдіңіздер Реалти Шымкент парақшасына. Бүгін бізде обзорда уникальный проектісімен Нұртас мөлтек-ауданында 5 метр төбе биіктігімен холл бөлмесі, 4 бірдей жатын бөлмесі, зал бөлмесі, керемет ауласы, террасасы, осындай жап-жаңа жарқыраған үйімізді бірге обзор жасаудамыз. Әрбір көрерменіме Аллахым осы видеоны көріп отқан осы 2026 жылы баспаналы болуды Аллам нәсіп етсін. Қазір басынан бастап көрсететін боламын. Мен осы керемет холлдан бастадым. Қараңыздаршы, холлдан бастап отырмын. Ал мынау біздің тамаша кіреберісіміз. Қараңыздар, керемет. Бұл жерде барлық бөлмеден қарасаңыз, әр бөлме өзінің таңқаларлық кереметтілігі бар. Бұл біздің теплый пол, осындай тамаша кіреберіс. Кіреберістен ары қарай жүретін болсақ, мына қараңыздар, төрде зал, мына оң қанатымызда сан торап, бұл үйде сан торап та жетеді. Мына үйдің жүрегі, көздеріңіз көріп тұрсыздар. Ал мынау біздің қонақ күтетін жап-жарық 3 бірдей терезесімен бұл біздің зал бөлмеміз. Қараңыздар, елестетіңіздерші, құдаңызды күтіп атсыз осында, қонақтарыңызды күтіп атсыз. Ұялмай күтетін қонақтарыңызды, отбасыңызбен кез келген мероприятияларыңызды осы жерде атқаратын тамаша зал бөлмеміз. Әрбір көрерменім көріп отқан, менің үйім деп комментарий қалдырған әрбір үйіме Аллахым осындай залда қуанышты сәттерді көруді Аллам нәсіп етсін. Мінекей, чтоб қателеспейтіндей тағы көрсетем. Кіреберіс, зал, мынау жаңағы 5 метрлік потологымен холл, және мына аркадан 4 жатын бөлмеміз. Ал мынау біздің отбасылық рахаттанып тамақтанатын ас бөлмеміз. Бұл жерде тек жиһазы ғана қойылмаған. Ары қарай шығып кететін, қараңыздар, террасамыз бар. Террасадан әдемі балясина қоясыздар. Есігіңіздің алды ғана сәл кішкене жұмысы қалып тұр, оны көгалдандырып аласыздар да. Мынау отбасылық рахаттанып отыратын холл бөлмеміз болса, мына жерден енді кеттік 1, 2, 3, 4 жатын бөлмені осы коридордың ішіне жасырып қойған. Елестетіңіздерші, не деген тамаша проект. Мынау бізде осы отбасылық үлкен ванная комнатамыз. Қараңыздар, өзінің әдемі подсветкасымен, және мына жатын бөлмелері. Мына бірінші жатын бөлмеміз. Өте кең, төбе биіктіктері барлық жерде вытяжка орнатылған. Мынау екінші жатын бөлмеміз. Мынау біздің мастер спальнямыз. Қараңыздаршы, барлық бөлмеде өзінің вытяжкалары бар. Мынау сол мастер спальняның жуынатын бөлмесі. Мынау гардеробный. Төрде бізде еще қыз балдарға арналған тағы бір жатын бөлмеміз. Бұл жерде өзінің қыз балдардың жеке гардероб, то есть тоже бұл жерде де жуынатын душевой бар. Қараңыздар, не деген тамаша үй. Әрбір көрерменіме Аллахым осындай үйлер бұйырсын, жұғысты болсын. Үй іздеп жатқан достарыңызға осы сәтті мені жіберіп қоюды ұмытпаймыз.